Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Бастамас бұрын сабағымызды кәдімгі орнымыздан тұрып, бәріміз серттік сәтін жасап алайық. Ойынның аты еден, төбе, мұрын. Мен, яғни еден, төбе, мұрын дегенде қайсысын айтсам, сіздер соңында сөйлеген керек. Еден, төбе, мұрын. Төбе, мұрын, еден. Қайтадан. Еден, мұрын, төбе. Төбе мағысын. Ağrıken aşağıdasın. Evet. Neyse aynı öyle şaksı istedim. Ben kayısını aydım. Sen sünnet şakası için erdiye. Yediğim gibi bakın. Sünnet son motivasına. Kaydadan başlayalım. Ağrıdan. Yediğim, töbe, mırın. Mırın, töbe, yediğim. Yediğim, mırın, töbe. Жақсы, өте жақсы балалар. Жақсы. Сабақтың тақырыбы балалар логикалық есептер. Мақсаты кеңістік ойды дамытатын логикалық есептерді шығаруды үйренесің. Логикалық есеп дегеніміз не? Ол яғни есептеуді қажет етпейтін есептер болады екен. Оларды шығару үшін саған ойлау зеректілігін және логикаң қажет болады. Олар логикалық есептер деп аталады. Бұл нағыз нақыл ойға арналған жаттығу. Яғни логикалық есептерді шығару үшін балалар сендер ойлауды өте терең ойлана білуің керек. Оның шешімін дұрыс таба білуің керек. Яғни ойлау қабілеттеріңді өте тереңдетуің керек деген сөз. Яғни оның есебін көмесе шығаруды қажет етпейді. Ол жерде тек қана ойлау керек, логикаңды жұмыс істетуің керек. Бәріміз тақтаға қараймыз. Қай түйенің көлеңкесі сәйкес келмейді? Кәні қол көтереміз. Ахмет, үшінші түйенің көлеңкесі сәйкес келмейді. Дұрыс. Міне логика деген осы. Балалар, келесі тапсырма. Яғни мына жерде қай фигураны бұрып қойған дейді. Бірінші, мына фигураға қараймыз. Яғни осы жерде қайсы фигураны бұрып қойған? Кән Адырке? Екінші фигураны бұрып қойған. Екіншісі дұрыс, я? Мына екіншісі өте жақсы. Адырке? Үшіншісінде ше? Келесі фигурада ал, арайлым айтам дейді. Екінші фигураны бұрып қойған. Дұрыс, бұл жерде де мына фигураны, мына жазбасы бұрып қойған түрі. Өте жақсы балалар. Балалар, бүгін сендермен, яғни жеке жұмыстар өте көп болады. Сондықтан да, яғни бағалау жүргізем. Өте жақсы жұмыс істесеңдер, жауап берсеңдер. Сендерге жасыл жүрекше таратам. Сәл жақсы жауап берсеңдер, сары және есепті қате орындасаңдар, яғни қызыл жүрекше берем. Сол үшін жасыл жүрекше көбірек алуға тырысыңдар. Ең соңында сендердің жүрекшелеріңізді санаймыз. Түсінікті ма? Тапсырма? Жақсы. Келесі тапсырма. Яғни балалар сендер мына жерде шаршы көріп тұрсыңдар, иә? Мынау шаршының жазбасы. Қайсы жазба мына шаршыға сәйкес кеп тұр? Мына жерде, яғни ойып алып тастаған. Қол көтереміз. Ерасыл? Үшінші шаршы сәйкес келіп тұр. Өте жақсы балалар, иә? Үшінші шаршы. Міне қараймыз бәріміз. Міне осы, яғни мен жинаған уақытта мінеки балалар. Мынандай шаршы болып тұр, иә? Қиылған. Енді осыны жазсақ, мінеки қараймыз. Ерасыл бұл тапсырмаға өте жақсы жауап берді. Жұмбақ балалар. Бір ұяда топтасқан, түртіп қалсаң от шашқан. Ол не? Тек қана қол көтеріңіз. Мирас? Спичка.
Yani қазақшасы қандай? Сіріңке. Ya өте жақсы. Yani bu da екі оқушыға да менің. Ерасымды орысшасын айтты. Жақсы. Келесі тапсырма балалар. Тағы да тақтаға қараймыз. Сендердің алдарында, яғни бер қараймыз. Мен сендерге осы сіріңкені таратып бердім, я? Енді осыдан мынандай 9 қосу 9 тең 10 деген нені құрастырамыз? Санды құрастырамыз. Таратқа. Bir қараймыз. Сендер міне 9 қосу 9 тең 10 деген осындай сіріңке шырпыларынан осындай құрастырып қойдыңдар, иә, теңдіге. Енді 9-ға 9 қосса 10 болады ма? Жоқ. 10 болу үшін осы жерде 9 және қосу 9-дың, яғни екі талын өзгертіп, дұрыс теңдік құрастырасыңдар. Өзіміз құрастырамыз. Бұл жұптық жұмыс. Қай топ болды? Қол көтереміз. Мен сол оқушыларды бағалаймын. Яғни теңдігіміз 10-ға тең болу. Yani mine arniyetlere 8 қосу 2. 2 шырпыны ауыстыру арқылы, yani қозғау арқылы біз теңдігіміз нешеге тең болды? 10-ға тең болды. Тамаша. Барлық топқа балалар өте жақсы деген баға қоямын, өйткені барлықтарын дұрыс жұмыс істеген. Жоқ, сендерге бағаны қателескенсіңдер, я? Кішкене қателесіңдер. Сендер дұрыс құрастырыңдар. Сендер де дұрыс құрастырыңдар. Енді балалар, келесі тапсырма Рим цифрымен берілген сандар екен, я? Тағы да сіріңке шырпысымен біз дұрыс теңдік құрастырасыңдар. Bir сіріңке шырпысын қозғап, дұрыс теңдік құрастыр. Бірінші осыны ақ парақтарға құрастырып алыңдар. Сосын бір ғана сіріңке шырпыны орнын қозғап, дұрыс теңдік шығарасыңдар. Al balalar, kan жұмысымызды аяқтадық па? Қай жұп бітірді? Айнұрдың жұбы бітірді. Өте дұрыс, тамаша. Және
Армиет. Ештеңе өзгертпеген армиеттер. Бұлар да өзгертпеген. Кән қайтып, дұрыс емес. Кәнки. Мені дұрыс, мына топ дұрыс екен. Жұп, екі жұп. Қалғандарымыз, қалай ойлайсыңдар балалар? Тақтаға қарайықшы. Мынау қанша? 10. Мынау қандай сан? 7. 7. Мынау қандай сан? 3. Бір шырпыны қозғаса, қайсыны қозғаймыз кәні? Мына 10-нан теңдіктің біреуін алып тастаймыз да, мына жерге қоямыз. Сонда 10-нан 7-ні алсақ неше болады? 3 болады екен, я? Жақсы. Яғни мен енді сендерге осы бағалауды береміз. Дұрыстаймыз, Қазбек. Дұрыстаймыз. Жұмыстарында. Екі жұп өте жақсы жұмыс істеді. Келесі логикалық есеп. Аннаның әкесінің 5 қызы бар. Лала, Лели, Лили, Лоло. Сұрақ, 5-ші қызының аты кім? Айнұр. Анна. Өте тамаша, я, балалар, я? Басқаларымыз қалай ойлады? Әлихан? Лола деп ойладың ба? Неге балалар? Өйткені Аннаның әкесінің деп тұр, я? Сондықтан да 5-ші қызының аты кім екен? Анна екен. Тамаша. Ал балалар, келесі логикалық есебіміз ауызша, жұмбақ. Мұқият тыңдаймыз. Мен сумын. Судың бетінде қалқып тұрамын. Ал Режеп? Қасымжан? Балды. Дұрыс емес. Тағы ойланамыз. Әлихан? Қайық. Сумын дейді. Мен сумын. Судың бетінде қалқып тұрамын. Әсел? Мұз. Тамаша. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Бір нәрсе саған тиесілі, бірақ оны сенен гөрі басқалар көп қолданады. Ол не? Адамның аты. Өте тамаша. Есім, я? Жақсы. Жақсы түсті болса, ол өте жақсы деген сөз. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сабаққа кері байланыс беріп кішкентай. Білім сандығы. Сабақты өте жақсы түсіндім, қызық болды, сабақты жақсы түсіндім, және тақырып бойынша әлі ізденуім керек дейді. Бүгінгі сабақта сендер не білдіңдер, не қызық болды сендерге? Ал Абеке? Бүгін мен логикалық есептерді шығаруды үйрендім. Жақсы, тағы да. Ал Айнұр? Мен бүгін логикалық есептерді шығарғанда дұрыс шешім қабылдауды үйрендім. Өте тамаша, я? Жақсы. Енді балалар, бағалау. Бізде бүгін өте жақсы жұмыс істеді. Мына жұп, яғни жақсы жұмыс істеді. Мирас, бағана жеке жұмыста өте жақсы жауап берді. Мына жұпта жақсы жұмыс істепті. Мына үшінші жұп өте жақсы жұмыс істеді. Мына жұпта жақсы жұмыс істеді, мына жұпта жақсы жұмыс істеді. Мына ең өте үздік жұмыс деген мына бірінші жұп пен мына екінші жұп екен. Жарайсыңдар балалар. Осы алған стикерлеріне қарай мен сендерді бүгін бағалаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.